أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Жаратқан Алла Тағалаға сансыз санақсыз мадақтар болсын. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға көптеген салауаттар мен сәлемдер болсын. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймыз. Бүгін адалдық мұсылман болмысының айнасы деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Иншалла. Алла Тағала адамзатты жаратқанда оның бойына ең асыл қасиет адалдықты аманат етіп берген. Адалдық жан дүниенің мөлдір тазалығы, іс пен сөздің айнымас бірлігі және әрбір қадамымызды жаратушы иеміз көріп тұр деген биік жауапкершілік. Мұсылманның шынайы келбеті мен имандылық дәрежесі оның іс-әрекетіндегі мүлтіксіз адалдығымен өлшеніп тұрады. Ардақты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық келмей тұрғанның өзінде сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзім пайғамбармын деп жариялаған уақытта оның артынан ешқандай ермеген, оны өтірікші, сиқыршы, сондай деп қаралаған адамдардың өздері әл-әмин деген ат берген ол кісіге, яғни сенімді, адал деген ат берген. Пайғамбарлық келместен бұрын-ақ. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің имам Абу Дауудте келген хадисінде саған сенім білдіргеннің аманатын тапсыр, біреу саған қиянат жасаған болса, сен оған қиянат жасама деді. Қараңыз, егер саған сенім білдірген болса бір адам, оның аманатын тапсыр дейді. Яғни сенім білдіріп сізге тапсырып кеткен нәрсеге қиянат жасама, ол нәрсені сол қалпында қайтадан ол кісіге не қыл? Қайтар. Және де біреу саған қиянат жасаған болса, сен оған қарама қарсы қайтадан қиянат жасама. Әне біздің аталарымыз бұл нәрсені не деп айтқан? Таспен ұрғанды аспен ұр дегенді. Яғни анау маған жамандық жасады екен деп, оған да жамандық жасайтын болсақ, анау айтады ғой, ит мені қапты деп, мен де оны қабатын болсам, ит те менің нем артық дейді да. Адамды адам қылып тәрбиелеу үшін адамның өзі адамдық бейнеден шығып кетпеу керек екенін дініміз үйретіп жатыр. Адалдық имандылықтың өзегі өмірлік ұстаным және қоғамның мызғымас тірегі ретінде қандай маңызға ие екенін айтуымыз керек. Абай мен Шәкәрімдей даналарымыз бұл қасиетті қалай дәріптеген? Осы тақырыптардың төңірегінде ой өрбітіп, тарқатып көрейік. Бірінші, адалдық бұл имандылықтың өзегі. Адам шынайы иман келтірген болса, ол адалдықтан шықпайды. Неге деген уақытта адал болу бұл Алладан қорқудан келіп шығатын нәрсе негізінде. Ал Аллаға иман келтірген адам бұл Алладан қорыққан адам. Алланы таныған адам Алладан қорыққан адам. Соның үшін бабаларымыз айтты, Құдайдан қорыққаннан қорықпа, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп тағы да оны қазақша әдемі сөзбен жеткізіп қойды. Адалдық тек шындықты айту ғана емес, ол ішкі дүние мен сыртқы бейненің, сөз бен істің бір жерден шығуы. Хакім Абай атамыздың 17-ші қара сөзінде осы үшеуің дейді. Яғни осы үшеуің деп жатқаны қайрат, ақыл, жүрек. Бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол деп айтады. Осы үш қасиет бір адамның бойында табылатын болса, табанының топырағын көзге сүртерлік деңгейдегі не дейді? Адамның әулиесі дейді. Адалдық дегенде жаңағы айтып отырмыз, бұл тек қана шындықты айтуменен өлшенетін нәрсе емес. Қазір сондай заман туды, әркім өзімізді адалмын деп есептейміз. Яғни шындықты не қыламыз? Әсіресе
неде жаңағы Инстаграмда болмаса сол сияқты әлеуметтік желілерде отырып алып шындықты жаман айтамыз да біз қазір. Бірақ сол шындықты айтып жатқан уақытта сол қасиеттер біздің өзіміздің бойымызда бар ма жоқ па, біз оған мән бермейміз. Адалдық деген нәрсе сол сіз жаңағы шырқырап тұрып айтып жатқан шыншылдық, сол шындық сіздің өзіңіздің бойыңызда табылуы керек та. Сіз басқа бір адамның бойындағы кемшіліктерді әлеуметтік желіде шырылдатып тұрып айтып жатқан кезде, сол нәрсе сіздің өзіңіздің бойыңызда жоқ болуы керек негізі. Өкінішке орай біз өзіміздің бойымыздағы кемшіліктерді түзетумен айналыспаймыз. Біз өзімізден басқа адамдардың бойындағы кемшіліктерді түзетумен айналысамыз. Бұл адалдық емес негізінде. Адалдық бірінші шындықты өзіңнің бойыңнан табу. Өзіңнің бойыңнан шыншылдықты, әділдікті, адалдықты, мейірмандықты, достықты өзіңнің бойыңнан бірінші тауып, оны орнықтырып алу, одан кейін басқамен айналысу. Және айналысқанда бір адамдардың кемшіліктерін оның бетіне басып тұрып айтып, жаңағы елге, жарияға жар салып сол нәрсені қаралау емес. Бәлкім сіз оған шынымен жаныңыз ашса, ол адамның өзіменен жеке ғана отырып бұл нәрсені айтсаңыз болады. Енді сол адам сізге қарсы сіздің кемшілігіңізді айтып жататын болса, сіз ол нәрсені қабылдамай ашылынатын болсаңыз, онда сіздің мәселеңіз ауыр деген сөз. Сіз шындықты басқа адамға айтасыз, өзіңізге келген шындықты қабылдамайсыз, бұл сізде үлкен мәселе бар деген сөз. Мінекей, біз айтып жатқан адалдық сондай адалдық. Адам баласы ең алдымен Құдайға адал болуы тиіс. Жаратушыға адалдық бұл адамның өз болмысына, жаратылыс мақсатына адал болу деген сөз. Яғни жаратылыс мақсаты деген уақытта бірінші кезекте нені айтамыз? Алла Тағала Құраны Кәримде аятта не деп айтты? Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Яғни адамдар мен жындардың жаратылғандағы негізгі мақсаты не екен? Жаратқан Раббысын танып, оған құлшылық ету екен. Мінекей, бұл жерде енді жаратушыға адалдық деген уақытта осы мәселе бірінші кезекке шығады. Жаратушының бұйрығын қаншалықты орындап тұрсың? Жаратушының бұйырған құлшылықтарын қаншалықты, парыз болған құлшылықтарды қаншалықты деңгейде адал орындай алып жатырсың? Бұл бірінші кезекте өзімізге қойылатын сұрақтар екен. Адамның Алла Тағалаға адал болуына қатысты бірнеше тақырыптарда айтуға болады. Мысалы, бірінші, құлшылықтағы ықылас. Шынайы адалдық адамдар жоқ жерде ешкім көрмейтін сәтте сыналады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде: "Уа Раббымыз және барлық жаратылыстың Раббысы, уа жомарттықтың иесі болған Алла Тағала мені және жанұямды әрдайым дүние және ақиретте өзіңе ықыласты болуды нәсіп ет" деп дұға ететін еді. Бұл хадис имам Байхақиде келіп тұр. Қараңыз, мені және жанұямды әрдайым дүние және ақиретте өзіңе ықыласты болуды нәсіп ет деп сұрайды екен. Әрдайым өзіңе ықыласты болуды. Яғни әрбір жасалып жатқан амалым сенің разылығың үшін болса екен, я Раббым деген сөзді. Қараңыз, әрбір жасап жатқан амалым тек қана өзің разы болатындай кейіпте, сол жаңағы суретте болса екен, басқаша мен амал етпесем екен деген өтінішті Алладан сондай сұрақ, Алладан сондай дұға сұрап жатыр. Имам Абу Хамид әл-Ғазали рахимаулла өзінің Ихия Улумуддин деген кітабында ықыласты болудың маңыздылығы жайында мынандай сөздер айтады. Бақытқа жетудің жолы тек білім мен құлшылықта ғана. Шынайы бақытты боламын деген адам не іздейді екен? Ондай адам білім және Аллаға құлшылықты, Алла разы болатын деңгейдегі құлшылықты ғана іздейді екен. Біз бақытты көбінесе неден іздейміз? Дүниеден іздейміз.
бақытсызбын, менің басымда баспанам жоқ, мен бақытсызбын, мен жаяу жүрмін. Құдай сақтасын, мен бақытсызбын, менің әйелім әдемі емес деп ойлайтындар да бар да. Әйелдің бұрынғы өткен кісілер айтқан, не деп айтқан? Әйелдің сыртқы кейпіне қарамаңдар деген. Бұл тіпті Құранда да келеді да. Бір әйелдің саған сыртқы келбеті ұнамауы мүмкін, бірақ ол әйел сен үшін қайырлы болуы мүмкін дейді да. Оның ішкі жан дүниесі өте сұлу болуы мүмкін. Өкінішке орай біз бәріне қазір сыртынан қараймыз. Сыртқы пішініне қараймыз, сыртқы келбетіне қараймыз, сөйтіп сыртыменен не қыламыз? Оған баға береміз. Сөйтіп бақытты да содан іздейміз да. Әдемі үлкен зәулім үйім болса екен, әдемі қатыным болса екен, әдемі көлігім болса екен, қымбат елдер таңғалатын, бақыт сода деп ойлаймыз да. Бірақ өкінішке орай оны анық айта аламыз да қазір. Осының барлығы бар адамнан барып сұраңызшы, сіз бақыттысыз ба деп. Шынайы жауап бер деп сұраңыз, бақыттымын деп айта алмайды да ол. Осының бәрі ода бар болып тұрып, бірақ құлшылығы жоқ болса, Аллаға иманы жоқ болса, Аллаға деген сенімі жоқ болса, ол адам өзім бақыттымын деп айта алмайды. Қаншама миллиардерлер, әлемге әйгілі миллиардерлер бақытсыз болып дүниеден өтіп кетті. Қазір қателесіп кетуі мүмкін, енді атын ұмытып отырмын. Қазір Америкада өткен миллиардер дүниеден өтер кезінде бұл нәрсені айтып кеткен. Оқыған шығарсыздар, қазір әлеуметтік желіде бәрі жүреді бұл нәрсе. Өмірден өтетін кезінде ол не? Әлемдегі ең бай адам болды. Жер бетінде одан бай адам жоқ етін. Кәдімгідей заңды түрде бай адам. Бірақ Алла Тағала оған не істеді? Алла Тағала оған сондай бір ауруды жіберді. Ол сол уақытта барып түсіндім дейді. Анау дүниенің маған ешқандай пайдасы болмады. Әлемдегі ең бай адам болғанымды қайтейін, сол бір келген аурудан мен жазыла алмадым сол дүниемен дейді. Сөйтіп ақыр аяғында сол қалпында дүниеден өтті. Сол аурудан жазылмады. Сол дүниеден өтетін кезде бұл нәрсені айтып кетті да. Менің ең үлкен қателігім, мен дүниені қатты жақсы көргенім дейді. Ең үлкен қателігім. Өйткені ол дүние шындап келген уақытта сені Алла жіберген бір кішкентай аурудан құтқара алмайды, Алла жіберген бір ажалдан еш уақытта құтқара алмайды. Қанша байлар өтті, қаншама мен деген сұлтандар өтті, яғни патшалар дүниеден, ешқайсысы Құдайдың алдында өзінің жанын сақтап қала алмады. Уақытысы келді, Алла Тағаладан бұйрық келді, болды. Әлемді аузына қаратқан кешегі Шыңғысхандар, Әмір Темірлер қайда кетті, мықты болса? Бәрі де дүниеден өтіп кетті, ажал келген уақытысында. Сол сияқты бұл қателікті қаншама адамдар жасап жатқан уақытта сол қателікке тағы да барып ұрыну, бұл ақымақтың ісі болады да негізінде. Дүние бұл бақыттың белгісі емес. Бақытты болу үшін дүниенің қажеті жоқ негізінде. Не керек? Адамға иман керек. Шынайы Алланы жақсы көру. Шынайы Алланы жақсы көрген адам бақытты. Ол бай. Ол патша. Бұл енді бүйтіп, бұл нәрсені жүрегімен түсіне алмаған адам үшін, бәлкім жай бір мына жерде отырып алып сайрап отқан бір молданың ертегісі болып естіледі, бірақ ақиқаты солай. Өмірдің ақиқаты солай. Қаншама мен деген адамдар дүниеден өтті, дүниеден өтерінің алдында осы ақиқатты айтып кетті бәрі. Енді қараңыз, бақытқа жетудің жолы тек білім мен құлшылықта ғана деді бұл кісі айтты. Алайда ғалымдардан басқа адамдардың бәрі зиян шегушілер. Қараңыз, нені айтып жатыр, ғалымдардан басқалардың барлығы зиян шегушілер, яғни құрдымға кетуге жақын тұрғандар дейді. Өте бір қауіпті жардың жиегінде тұрған адам. Енді сол ғалымдардың ішінде де
білгенін іске асырғандардан басқасы қауіпті дейді тағы да. Ғалым болып, білімнің бәрін алып алған адамның ішінде де білгеніне амал етпегендері не дейді? Сол жаңағы жардың жиегінде тұр құлайын деп дейді. Сөйтеді де тағы да арғарай сол амал етушілердің өзінде де тек ықыластылары, яғни ниеті адал болғандары ғана құтылады дейді. Ғалым болып, сол білгеніне амал етіп, және амалын шынайы ниетпен жасаған адамдар ғана не дейді? Құтылушылар дейді. Яғни адам осы нәрсеге ұмтылуға не істеу керекпіз? Әрекет етуіміз керекпіз. Болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз деген сөз бар. Маған қайда ондай болу деген нәрсе, бұл негізінде надандықта бұл нәрсе да. Алла тағала адамды екі аяқты қылып жаратқаннан кейін, оның екі иығының ортасына басты қойып бергеннен кейін, сол бастың ішінде бәрімізге миды салып бергеннен кейін, бәріміз бірдейміз негізінде. Алла тағала бір адамды ерекше қылып жаратып қойып, соған жаңағы ғалымдықты беріп қойып, бір адамды түк білмейтін топас қылып қойған жоқ. Бұл әділетсіздік болады негізі. Алла тағала бәрімізді бірдей қылған, бірақ әрекетіне қарай Алла берекетін беремін деген берекетін береді. Енді келесі мәселе риядан таза болу. Рия дегеніміз не? Көз бояушылық. Риядан таза болу. Рия әрбір игі істің сауабын жоятын жүректегі рухани дерт әрі иманның әлсіреуі. Алла тағала жүректе жасырылған әрбір нәрсені білгендіктен ешбір ойды, ниетті одан жасырып, бүгіп қалуы мүмкін емес. Яғни біз бір-бірімізден бір нәрселерімізді жасыра аламыз. Біз бір-бірімізге анша-мұнша жаңағы бойымыздағы дұрыс емес қасиеттерді көрсетпей, оны не қылып қоя аламыз? Жасырып қоя аламыз. Бірақ Алла тағаладан біз еш нәрсені жасыра алмаймыз. Алла тағала біздің айтпай тұрған жүрегіміздегі нәрсені біледі. Осы нәрседен келіп шығады Алладан қорқу деген енді. Шынайы Алладан қорыққан адам деп отырғанымыз енді шынайы Алладан қорыққан адам. Ұрлық жасамайды, ғайбат айтпайды, өсек айтпайды. Неге? Бұл нәрсенің бәрінен Алла тағала тыйғаны үшін емес, Алладан қорыққан үшін бірінші кезекте. Адам жаңағы нәрселерді адамдардың алдында жасамауы мүмкін, бірақ адамдар көрмеген жерде ұрлық жасауы мүмкін. Адамдар көрмеген жерде біреулерге жала жауып жіберуі мүмкін. Бірақ көптің алдында, біздің алдымызда ол тақуа болып көрінеді, ол ұрлық жасамайды, ол ғайбат айтпайды, ол өсек айтпайды, сондай бір жақсы адам. Бірақ Алланың алдында кім ол? Алланың алдында ең ұрып кеткен мұнафиқ. Алла сақтасын. Міне, шынайы көңілмен Аллаға иман келтіру деген осы нәрсе. Сол нәрсені терең түсінген бабаларымыз жаңағы сөзді айтқан. Құдайдан қорыққаннан қорық, Құдайдан қорыққаннан қорықпа, Құдайдан қорықпағаннан қорық деген сөзді бабаларымыз осы иманды соншалықты деңгейде түсінгеннен кейін айтылған да. Құдайдан қорыққан адам бір жамандық жасамайды, одан қорықпай-ақ қой деп жатыр да. Қазір солай ғой енді, біреу бал мешітке барып, ойбай дейді. Ойбай, анау мешітке барыпты. Дереу жаңағы бір таныстар әке шешесіне хабарласып, сен білесің ба анау балаң мешітке барыпты. Енді әке шешесі мүмкін жіберген шығар, ол айтады, барса не қылады, өзім жібергем дейді ғой енді. Сол кезде не қылады енді, ақыл айтады ол. Байқа дейді. Мешітте не бар, төрт аяқтылар бар дейді ғой о жерде. Қасқырлар бар, қазір балаңды алып кетеді сенің. Анау өзі еркімен жіберіп отырған әке шешенің өзі ойланып қалады, ойпырмай қалай болады деген, шынында ана балам ертең өзіме қарсы шауып кетпей ма деген. Қараңыз, міне, мәселе қайда жатыр. Бірақ мешітте бір адамға, ешкімге көрсетпей ұрлығыңды жасай бер деп айтып жатқан адамды көрдің ба? Иман болмай-ақ қойсын ол. Кез келген отырған бауырлардың біреуі бір мұсылман мешітке келген адамға, бауырым ешкімге көрсетпей ұрлық жасай бер деп айта ма? Айтпайды, мыналардың ешқайсысы айтпайды. Өйткені бұлар Құдайдан қорқады. Құдайдан қорыққаннан кейін осы жерге келіп отыр, жұма күні бір құлшылығым жасап кетейін. Ал міне мәселе қайдан шығады енді? Мешітке келмейтін мұсылмандар бар да бізде. Мынау жаңадан шекараларымыз ашылып, сырттан ұстаздар келіп,
сабақтар беріп сөйтіп жатқан уақытта сол кісілерден сабақ алғанымызда бір түрік ұстаз бар еді, сол бір жағынан күлетін, бір жағынан таң қалатын. Мен осы жаққа келгенде барып түсіндім дейді. Мұсылман, бірақ намаз оқымайтын мұсылман, ораза тұтпайтын мұсылман деген нәрсе бар екенін мен осы жаққа келгенде, Қазақстанға келгенде ғана білдім дейді. Мынау еш уақытта дінінен айырылмаған, өздерінің имандық жолынан айырылмаған қоғамдарда ондай нәрсе мүмкін емес та. Мұсылман ба, демек ол ораза тұтады Рамазан айында, міндетті түрде, өйткені ол парызды, Алланың бұйрығы. Ол 5 уақыт намазды оқиды. Аптасында жұма намазына бір күн барсам болады, одан кейін арасында келесі жұмаға шейін әнерге барып пиво алатып, әнерге барып 100 грамдатып жүре берем деген нәрсе жоқ та, оларда ондай нәрсе. Жаңағы адам, мен осы нәрсені Қазақстанға келгенде барып білдім дейді. Мұсылман емес деп мен оған қалай айтам, ол мұсылманмын деп тұр дейді. Бірақ намаз оқымайсың ба десе, қазір қолым тимей жатыр, кейін қолым босағанда оқып аламын деп айтады дейді. Ораза тұтпайсың ба, Алланың бұйрығы ғой, енді ол түсінбейді ғой. Рамазан айы келіп қалды. Бауырым, ораза тұтпайсың ба? Кафеге жүр деп айтады да ол күндіз. Кафеге жүр, ұстаз, барайық, демалайық дейді ғой. Анау айтады, ораза ғой, ораза емессің ба сен? Жоқ дейді, мен жұмыс істеп жатырмын, мен ораза тұтатын уақытым жоқ дейді. Бұл ақиқатына келген уақытта мүмкін емес нәрсе. Бұл мүмкін емес нәрсе. Мұсылман ораза тұтады. Мұсылман 5 уақыт намазын оқиды. Ол басқаша болуы мүмкін емес. Егер адам жақсылығын немесе құлшылығын біреу мақтасын деп істесе, ол өзіне де, хаққа да адал емес дейді. Аллаға да адал емес та. Егер біреу намазды оқыған кезде адамдар мені намаз оқиды екен, намазхан екен деп мақтасын деген ниетпен оқып жатқан болса, ол өзіне де адал емес, Аллаға да адал емес дейді. Алла субханаху ва тағала Құраны Кәримнің Бақара сүресінде «Ва иман келтіргендер мал дүниесін ел жұрт көрсін деген ниетпен жұмсайтын, Аллаға әрі ақирет күніне сенбейтін адамға ұқсап берген садақаларыңды міндетсіну немесе садақа алған жандарды ренжітетіндей әрекеттерге бару арқылы зая қылмаңдар» деген аят келтірді. Қараңыз. Бұл керемет аят та. Осы уақытта өте бізге керек аят бұл аят. Не деп жатыр? Ей иман келтіргендер. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айттың ба, сен иман келтіргенсің, яғни куәлік бердім дедің. Алладан басқа құлшылық ететін бір құдірет жоқ. Енді, ей иман келтіргендер, мал дүниесін ел жұрт көрсін деген ниетпен жұмсайтын, Аллаға әрі ақирет күніне сенбейтін адамға ұқсама дейді. Яғни бұл мал дүниесін ел жұрт көрсін деп жұмсайтын адам кім деп жатыр бұл жерде? Аллаға және ақирет күніне иман келтірмеді ол деп жатыр. Құдай сақтасын. Сондай болма дейді. Сондай болма. Берген садақаларыңды міндетсіну арқылы. Осындай нәрсе бар ғой. Мен мешітке мынандай беріп едім. Не істедіңдер сендер оны? Қайға жібердің? Неге отчетін бермейсің маған? Бұл садақа емес. Мен ана молдаға осынша ақша беріп едім, неғып ана 40 күннен шейін келіп үйге Құран оқымады? Ақшаны беріп жатқан кезде молдаға айт. Молдаке, мынау саған мынау ақша, 40 күнге шейін сен осы үйге келіп Құран оқы де, сол кезде молда бас тартады. Ол түсінді уже ақшаны не үшін беріліп жатқанды. Ол байғұс алған кезде садақа деп алды да оны. Бейшара мына молда күн көрсін деп маған садақа беріп жатырмын, мақұл садақаң қабыл болсын деп алды. Бірақ ертеңіне сен не істейсің, оны міндет қыласың. Міне осы нәрсені Құран-ы Кәримде Алла Тағала аятта айтып жатыр да. Не дейді? Садақаларыңды міндетсіну немесе садақа алған жандарды ренжітетіндей әрекеттерге бару арқылы зая қылмаңдар деп жатыр. Мінекей. Қазақ осы нәрсені де әдемі қылып өзінің сөзімен айтып кеткен ғой. Оң қолың бергенді сол қолың білмесін дейді. Бұл нәрсені де қазір буквалист болып кеткенбіз да біз. Сөзді әріппе әріп қабылдаймыз да, сөйтеміз да, мен бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын? Бір уақыттарда осыдан 15 жыл бұрын ба, 20 жыл бұрын ба, үлкен кісілер, дана кісілер бар уақытта бір кісі келіп айтады, молдаке осындай садақа бердім,
сол қолымды арқама тығып тұрып дейді да. Не үшін десем, оң қолыммен бергенді сол қолым көрмесін деп айтасыңдар ғой дейді. Субханалла. Сол қолың көрмесін деп жатқанда ол жердегі мәселе жасыр ол нәрсені деп жатыр. Жария қылма, адамдарға айтпа. А біз не істейміз? Пәленше күні пәлен мал сойып садақа қылдым. Көп адам келді. Анаға мынандай кигіздім, мынаға мынандай кигіздім деп мақтанамыз да. Бұл садақа емес. Түйе сойсаң да, динозавр сойсаң да садақа емес та бұл. Болды. Неге? Өйткені сен оны мақтану үшін істеп тұрсың да. Айтқан сөзіңнен ақ белгілі болып қалды. Болды. Бітті. Адалдық дегенде осы нәрсе болу керек та адамда. Адал болу деген сөз бірінші кезекте жаратқан Раббыңның алдында адал болу. Әрбір істеген ісіңді, амалыңды іске асыру үшін Алланың разылығынан басқа еш нәрсе керек емес. Анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұбайы мұсылмандардың, момындардың анасы Айша анамыз біреулер келіп ол кісіге садақа берсе, ол кісі не істейді дейді? Ол кісі алады да оны қайттан не қылып жібереді? Садақа қылып жібереді. Неге деген уақытта айтады? Мен әрбір амалымның Алланың разылығы үшін болғанын қалаймын дейді. Тек қана Алланың разылығы үшін. Біреу жаңағыдай рахмет деп айтатын болса, рахмет сізге дейтін болса, тағы садақа беріп жүреді екен да. Өйткені ол маған айтып жатыр дейді рахмет. Мен соның рахметіменен қалып кетпейін, қайтадан Алланың разылығы үшін деп қайтадан садақа береді екен. Міне мәселе қайда жатыр. Шынайы Алладан қорқу, шынайы Аллаға иман келтіру деген, бұл әр уақытта Алланы жүрегінен шығармайтын адам деген сөз да. Үнемі оның жүрегінде Алласы, жүрегінде Аллаға деген ниеті тұр. Адал ниеті тұр. Және адамдық борышты өтеу деген нәрсе бар екен да. Шәкәрім атамызда мынандай сөз қалған екен: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта, оны біл дейді. Бұл сөздердің астарында мұсылман болмысының үш негізгі борышы тұр. Бірінші, халқыңа еңбек қыл деп жатыр. Нағыз адалдық тек өз басыңның қамын ойлау емес, қоғамға, елге пайдамды тигізу деп білу. Адал еңбек ең үлкен ғибадаттың бірі. Халқыңа адал қызмет еткен жан Алланың алдында да ақ, таза болады. Халыққа қызмет ету деген нәрсе. Өкінішке орай қазір халықтан ұрлау, халықтан алу деген нәрсе жүріп жатыр ғой. Олай емес. Халыққа адал болу, халыққа қызмет ету деп тұр. Мінекей сонда сен Аллаға адал болғаның болады. Екінші, ақ жолдан айныма дейді. Ақ жол бұл Құраны Кәрим мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннәті. Адалдық пен шыншылдықтың жолы. Дүниенің азғантай жылтырағына алданбай, қиянатқа баспай, осы жолда табандылық таныту нағыз ерлік деп осыны айтса болады екен. Үшінші, ар сақта деп жатыр. Шәкәрім атамыз үшін ар ілімі ең жоғары ілім. Яғни ар бұл ұят. Мынау шын мәнінде мен айтқан кезде бір бұрынғы өткен қазақтарды мақтай беру үшін айтпаймын. Негізінде ол тарихта тұрған нәрсе, ақиқатта ол біздің өмірімізде тұрған нәрсе. Бұрынғы біздің аталарымыз бала шағасын тәрбиелегенде арлы, намысты, ұятты қылып тәрбиеледі. Және мынандай қылып отырып алып, Құраннан аяттарды оқып, Алланың үкімдерін оқып, хадистерді оқып жату оларға керек емес еді. Сол уақыттағы халыққа оларға ұят болады деген сөз жеткілікті еді. Және олар мынау білімді бізден артық білді негізінде. Біз қазір бір 2-3 кітапты оқып жатқанымызға мәз болып жүрген шығармыз, бірақ олар біздердің көтеріп жүрген 2-3 кітабымыздан 100 есе артық білімді арқалап жүрді. Сондықтан оларда ар, намыс деген өте не болды? Жоғары деңгейде тұрды. Сол үшін аталарымыз айтты:
малым жаным үшін садақа, жаным арым үшін садақа деді. Біреуге арын таптатып қойғаннан соның қолында өліп бергенді артық көрді да. Өтірік, жалған сөйлеу деген бұл қазақтың қанында жоқ қасиет деп айтсақ болады. Иә? Өйткені тағы да қазақ не деп айтады? Өтіріктің уын жалап тірі жүргенше шындықтың өтіріктің балын жалап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өле қалғаннан артық дейді да. Керемет сөз емес па? Міне шыншыл болу, адал болу деген осы жерде жатыр. Міне бұрынғы біздің бабаларымыздан қалған сөз олардың қандай болғанын дәлелдеп жатыр. Өтіріктің балын жеп тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өле қал деп жатыр. Міне осылай тәрбиеледі. Сондықтан бұл қазаққа ұят, ар, намыс деген нәрсе өте жоғары тұрды. Қазір өкінішке орай, әкесі, шешесі тірі отырған уақытта қызы жалаңаш көшеде не түсіріп жүр? Видеолар түсіріп жүр әртүрлі, вайындар түсіріп жүр. Анаман құшақтасып, мынаман құшақтасып телевидениеге шығып жатыр. Солардың әке-шешесі бар ғой. Сондай жігіттер шығып жатыр. Сондай қазір телевидениеде нелер бар? Бағдарламалар, неше түрлі бағдарлама бар. Біреу емес, көп та. Солардың барлығы мынау ұрпақты аздыру үшін жасалып жатқан әрекеттерді. Адамды ұяттан, ардан, намыстан қағып, оларды адам емес мал, шошқа деңгейіне түсіріп жатқаннан кейін не дейсің оған? Міне тәрбие осылай жүріп жатыр да. Бұрынғы неке қимай тұрып, қолының ұшынан ұстатпайтын қазақтың қыздары қайда? Мына қыздар да сондай болатын қыздар, қазір көшеде жүрген қыздар. Бірақ тәрбие олай емес. Тәрбие солай болмағаннан кейін, адам да басқаша болды. Оның енді қолының ұшы емес, барлық жерін ұстай бересің да. Сондай заман болды. Кім кінәлі оған? Адам кінәлі. Біз кінәліміз де оған. Біреулер айтады, заман бұзылып кетті деп. Жоқ, заман сол жер бетінде тіршілік басталған уақытта Алла тағала күнді шығыстан шығарып тұрды, батыстан батырып тұрды, әлі солай шығыстан шығып жатыр, батыстан басып жатыр. Айналып келіп, күн оңтүстіктен шығып кетті ме? Жоқ болмаса батыстан шығып кетті. Батыстан шықса бітті, өлдің дей бер. Қиямет қайым басталып кетеді. Заман орында тұр. Адам не істеп жатыр? Адам азып жатыр. Діннен безіп кеттік, Алладан безіп кеттік. Алладан қорқу тұрсын, былай тұрсын, Аллаға неше түрлі жала жабатын болдық. Құдай сақтасын, кімде-кім Аллаға қарсы келетін болса, Алла тағала оған қарсы соғыс ашады деген. Мінекей соғыстың түрі осылай болып жатыр. Бұл арлы, намысты, ұятты болу дегенге қатысты айтып жатқанымыз. Адал қоғам, адал орта, бұл әрине өте маңызды нәрсе. Құрметті жамағат, Алла Субханаху ва Тағала Құраны Кәримде расында Алла әділдікті, ихсанды және туған туысқа қол ұшын беріп қарайласуды бұйырады. Сонымен қатар арсыздықтан, жамандық атаулыдан және зұлымдықтан мүлдем тыяды. Ойланып толғансын, ғибрат алсын деп Алла Тағала сендерге осылайша насихат айтып жол сілтейді деген аят келтірді. Осы аятты тыңдай отырып, осы аятты жүрегімізден өткізе отырып, амал еткеніміз өзіміз үшін жақсы. Алла Тағала тағы да бір аятында Алла сендерге аманаттарды иелеріне қайтаруды және адамдар арасында билік айтқандарыңда әділ үкім шығаруды не қылды? Бұйырады дейді. Адамдардың арасында үкім айтатын кезде әділ үкім айт дейді. Анау менің туысым еді, анау менің досым еді, мынау менің жақыным еді деп әділдікке қарсы шығатын болсаң, Аллаға қарсы шықтың болды. Болмаса үкім айтпа. Әділдік қолыңнан келмей ма, үкім айтпа. Ол нәрседен аулақ тұр. Бірденен айт, мен әділдікке бара алмай қаламын, сол үшін менен үкім сұрама де, жеткілікті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан жақсы бір сөзі бар. Имам Табараниде келген,
Кім бізді алдаса, ол бізден емес деген. Кім бізді алдаса, ол бізден емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Осыған орайластырып, енді биыл 2026 жылда біздің Хазірет муфти, жалпы муфтият ислам және адал қоғам деп атады биылғы жылда. Сол қоғамымыздың адал болуына, бұл енді науқаншылдық емес, биыл адал болсақ, келесі жылы Құдай жеткізсе, одан кейін қайттан өзіміздің баяғы киімімізді киеміз деген әңгіме емес. Жалпы осы биылдан бастап адалдыққа көңіл бөлейік та, қияметке шейінгі тұратын біздің ұрпақтарымызға керемет қоғам орнатып берейік деген әңгіме айтқымыз келіп отыр сіздерге. Біріншіден. Екіншіден, мен кішкене бүгін уақыттарыңызды ұстадым. Неге десеңіздер, айтатын маңызды бір әңгімем бар. Мешітке келген мұсылман бауырлар, өздеріңіз берік болыңыздар, сақ болыңыздар, мұқият болыңыздар. Киімдеріңізді, қымбат заттарыңызды қай жер болса сол жерге тастап қоя салмаңыздар, мешітке келдім ғой деп. Өйткені мешітте де екі аяқтылар бар. Мешітте де мұсылмандардың хақына кіретіндер бар. Мешітке келіп жатқан адамды бізде анандай не жоқ, аппарат жоқ. Есіктің алдына қойып, мынау шынында таза ниетпен келген екен, мынаның ниеті арам екен деп біз екшей алмаймыз. Келгеннен кейін бәріне есік ашық тұр. Кіреді, кіргеннен кейін кейбіреулер өздерінің арам ойларын іске асырады. Осы мешітте мен келгенге дейінде бір ұрлық болған екен, бауырларымыз осы жерде қалта телефонын жоғалтып алған екен, кімнің алғаны белгілі болған, бірақ біз енді көбінесе айтамыз, не дейміз, ұят болмасын, бізге ренжіп қалмасын деп, ол кісіге айтылмаған ұқсайды. Енді осы жақында тағы да бір бауырымыздың киімін алып кетеді да. Субханалла, сол бауырымыздан келіп әшейін сұрасаң, береді ол саған сол киімді. Шынымен соған киім керек болып тұрса, сенде ондай киім жоқ болса, ана бауырымыздан келіп сұрасаң, бауырым, мына киімді мен киейінші, маған ұнап тұр десең, береді негізінде ше. Бірақ ұрлап алып кетеді да. Субханалла. Мұсылман деген атың бар ғой сенің, субханалла, сен қайда кіріп жатқаныңды қарасай, не істеп жатсың? Не істеп жатсың? Мен білмеймін, мен қалай айтатынын білмеймін бұндай нәрсені ше. Біз адамбыз ғой, біз мұсылманбыз ғой адамдардың ішінде, субханалла. Мына жерге келіп, елмен бірге сәждеге басыңды қойып, ана жерден кетіп бара жатып, киімін алып кетесің да ана адамның, субханалла. Енді ана бауырыма айтты мен, бауырым, бұл сенің затың, бұл сенің хақың. Сен көрген кезде ол адамға айт дедім да. Көке, мынау меніңкі еді. Неге алып кеттің, сұрамадың ба деп айт десем, ана жігіт айтады. Айтамайым дейді да, оны ренжіп қалады ғой маған дейді. Қараңыз. Айналасың ғой ондай адамды ше негізінде. Анау затын ұрлап кеткен ұрыға, сен мен затымды ұрлап кеттім деп айт десем, ұялып тұр да. Маған ренжіп қалады ол дейді. Сіз айтыңызшы дейді да. Мен де оның жеке өзін ұстап алып айтпай, қазір елге айтып отырмын да осы жерде да. Естісін, білсін. Субханалла, мұсылман болайық та. Қашанғы біз әшейін өтірік намаз оқып жүре береміз? Алла тағала баршамызға адал болуды, баршамызға бауырмал болуды, мейірімді болуды жазсын. Алла субханаху ва тағала біздерді мұнафиқтардың қатарынан болып қалудан өзі панасына алсын. Алла субханаху ва тағала біздерге бостан босқа, анау кітап Құранда келеді, кітап арқалаған есек сияқты деп келеді да, Құдай сақтасын. Кітап арқалаған есек сияқты болып қалудан біз сақтасыншы Алла субханаху ва тағала. Осы Алланың дінінен бір нәрсе үйреніп, сол үйренгенімізді өмірімізге мәңгілік амал қылып алып қалайықшы ағайын. Әр үйренген сайын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар не үшін басқалардан биік тұрады деген нәрсені айтады ғой адамдар. Неге сендер сол сахабаларды айта бересіңдер, олар арабтар ғой, олар не қатысы бар өзіміздің қазақты айтып жатырмыз ғой, айтпай жатқан жоқпыз. Жала жаппау керек та. Бірақ сахабалар неге басқа адамдардан биік тұрады, білесіздер ма? Сахабалардың биік тұратын бір қасиетін айтайын. Олар Алладан келген үкімді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам естіген уақытта бірден соған амал ететін болған да.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, болды, олар саған амал ететін болған. Неге олай? Неге ол бүйтіп айтты? Неге мен мынандай істесем болмай ма деген нәрсе болған жоқ та. Сол үшін сахабалар бізден биік тұрады да. Солардың дәрежесіне ұмтылайық та. Көрмесең де, білмесең де ұқсап бақ деп отыр ғой. Білмесек те сол кісілерге ұқсайықшы. Амал етейік та. Мұсылман болайық та. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.